Ассалаумағалейкум қадірмен көрермен, Құдай ғанасын көріп отырсыздар. Бүгін бізде телефон ремонтта U21 Vivo U21 Google аккаунтқа түсіп қалған, және біз оны алынып арқылы ашып жатырмыз. Алыныптың ішінде Vivo'ны таңдайсыздар, U21 деп жазасыздар жерге. Одан кейін мына жерде Bromedel Vivo Preloader деген жерде мына версиясын таңдап қоясыздар. Мінекей бізде телефон ашылды, мінекей қараңыздар. Global FRP OK деді. Мына жерден 3-ші версия деген таңдаймыз. Мінекей Vivo версия 3 Security 2023-11 деген. U21 таңдаған соң осыны таңдаймыз. Erase Preloader, Erase FRP Preloader'дан осыны таңдаймыз да. Телефонды өшірген күйінде ештеңені баспаймыз да. Суырып кәдімгі суға саламыз. Сұққан кезде өшіп тұрған кезде мына жерде өзі медиатекті оқиды, ары қарай телефон ашылады. Мінекей бізде 1 минут 24 секунд деп шығыпты. Мінекей осылай ашуға болады. Бұл енді өзіміз сияқты қазақша тіліне түсінетін мастерлер болса, түсінетін шығар деп ойладым. Егер түсінбесе, өшіресіздер, өшірген соң барып офф деп тұрған кезінде сұғасыздар. Мына жерде өзі кететіні барлығын түсіндірдім деп ойлаймын. Vivo Alnoctul U21 таңдаймыз. 3-ші версияны таңдаймыз. Preloader Erase FRP-ні басамыз. Былайынан басқан соң барынан сұғамыз. Сұққан соң жаңағыдай өз кетеді, көрдіңіздер. Видеода көрсеттік. Енді мына жерде тілді таңдап ауыстырамыз. Русский Казахстан. Енді стоп таңдай салайық. Қазақстан. Далее. Номері жоқ шығар деген ойдамын ішінде. Бар болса ала тұрайық қазірше. Номер жоқ мінекей. Настроить офлайн деген таңдаймыз. Далее. Казахстан западный 5:00. Еще принять, опустить. Далее. Кнопкалармен дейміз. Использовать. Поздравляем. Ваш телефон настроен. Енді телефонның бір несін көрсек, версиясын. Бұл енді тек қана сіздерге емес, енді өзімізге де керек болып қалады деген немен. Vivo U21 мінекей. U21. U21 о телефоне. Android версия 12. Медиатек процессор ғанды бұлардың барлығы. Көбінше. Сим картасын сала саламыз. Телефонын бір рет құлтаймыз, шағамыз. Және телефон дайын. Пайдасы тиген болса, ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар, комментария қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.